Индер ауданында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын талқылау мақсатында аудандық мәдениет үйінде актив жиын өтті. Аудан әкімі Серік Арыстан мемлекет басшысының алға қойған тапсырмаларын орындау үшін қандай жұмыстар атқарылды және қандай міндеттер жүзеге асырылатындығы жөнінде айтып өтті. Елбасы жолдауда адам капиталын дамыту, яғни білім беру, денсаулық сақтау, бұқаралық спорт нысандарының қолжетімділігін арттыру, сонымен қатар келер жылдан бастап елімізде ең төменгі жалақыны көтеру жөнінде айтты. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына үлес қосады дейді активке қатысушылар. Біздің ауданымызда да жалпы ең төменгі жалақы алатын адамдарды есептемегеннің өзінде 606 бюджеттік сала қызметкері бар. Осы салаға жататын. Сондықтан осы сала қызметкерлеріне бұл үлкен қолдау деп біз түсінеміз. Осыған байланысты біздің ауданымызда 2015-2018 жылдар аралығында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында барлығы 94 миллион 269 мың теңгеге 13 кәсіпкердің жобасы қолдау тауып, 38 жаңа жұмыс орнын ашты. Аудан әкімі еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылық өнімінің экспортын көбейту жолға қойылғандығын айтты. 2022 жылға қарай экспорт көлемін 2,5 есе көбейту бойынша ауданда агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасы іске асырылуда. Сонымен қатар бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың қолжетімділігін арттыру мақсатында да жұмыстар атқарылуда. Алдағы уақытта Жарсуат және Көктоғай ауылдарынан 160 орындық дене шынықтыру сауықтыру кешені құрылысының, ауданда 400 орындық стадион мен бассейн құрылысының жобалау сметалық құжаттары жасақталуда. Активке қатысушылар елбасы жүктеген міндеттер мен тапсырмалардың маңызына тоқталды. Қазақстан халқының тұрмысын одан ары жақсартудың басылымдықтарын айқындайтын, болашаққа бағдар беретін айрықша маңызды құжат екендігін жеткізді. По поводу послания президента Назарбаева. Бүгін аудан активі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауын талқылау мақсатында бас қосты. Айта кету керек, бұл жолғы жолдау басқа жылдардағыдан өзгеше. Мектепке дейінгі білім беруді қолдауға зор мән беріліп отыр. Жадыра Нариманқызы, Слухия Қаттарқызы, Фархат Жұмабай, жаңалықтар қызметі Индер ауданынан.